Армағайын, эфирде ой сарап, студияда Айнұр Төлеу, ал біздің бүгінгі мейманымыз Қарасай аудандық ауруханасының эндоваскулярлық хирургия бөлімінің меңгерушісі, кардиохирург орынбасар Тайманұлы. Студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. Бүгін біздің қонақжай студиямызда дәрігерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Жалпы негізі сіздің маманданған салаңыз жүрек аурулары ғой. Иә, шақырғандарыңызға біріншіден рахмет. Енді біздің негізгі саламыз, мен өзім кардиолог, кардиохирургия саласын бітіргенмін институтта. Дәл қазір осы Қарасай аудандық орталық, Қарасай көпбейінді клиникалық орталық аудандық ауруханасында эндоваскулярлық хирургия бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс атқарамын. Кардиологиялық қызмет жағынан тұрғындарға көмек көрсетеміз. Енді жалпы халық арасында соңғы уақытта жүрек қан тамырларының аурулары көбейіп кетті деп айтып жатады, бұл ауыз екі сөйлеуде. Бірақ маман ретінде оны сіздер бетпе-бет көріп жүрсіздер, сіздердің қолдарыңызда статистикада бар. Осы рас па? Жалпы Алматы облысындағы кардиология және жалпы қан тамырлары ауруларының емдеу саласының жағдайы қалай болып жатыр? Жалпы Алматы облысында кардиологиялық қызмет саласы былайша. Бұрын кардиологиялық қызметті Алматы көпсалалы ауруханасы атқарушы еді. Ол яғни Алматы қаласының шығысында орналасқан аурухана Алматы облыстық көпсалалы ауруханасы. 2020 жылы біздің Қарасай аудандық ауруханасына 2021 жылы жаз айында ангиограф деген құрылғы, яғни жүректі тексеретін аппаратура орнатылды. Сол себептен кардиология қызметін Қарасай ауданында жандандыру басталды. 2020 жылы, яғни бұл Алматы облысының жалпылай алған кезде орталығында Алматы қаласы бар. Алматы қаласының батысында екі аудан қалып қояды, Жамбыл ауданы, Қарасай ауданы, ал шығысында басқа аудандар қалып тұр. Басқа аудандардың тұрғындары облыстық ауруханаға келіп жетуі өте ыңғайлы, ал Қарасай ауданы мен Жамбыл ауданы кішкене шалғай жатыр. Ол Алматы қаласы арқылы қаншама кептеліспен ауруханаға жету ауруханаға өте қиындықтар туғызды. Сол себептен Қарасай ауданында ангиограф аппараты орнатылды. Қазіргі таңда сол 21 жылдан бастап біз кардиология қызметін жандандырдық. Жалпы осы Алматы облысы бойынша жүрекке қызмет көрсететін екі аурухана бар, яғни жаңағы Алматы облыстық ауруханасы және біздің Қарасай аудандық ауруханасы. Сол алғаш 2022 жылдың 1 қаңтарында біз ресми түрде жүрекке коронография, стентирование операциясын жасауды жолға қойдық. Қазір сәтті түрде жасалып жатыр, иә? Қазір барлығы сәтті жүріп жатыр. Негізі мынау осы жүрек қан тамыр аурулары жасарып кетті дегенде ел арасында сөз бар. Енді оны тағы да жаңа айтты, маман ретінде сіздер көріп отырсыздар ғой. Жүрек қан тамырлары аурулары қай жастарды көбінесе қамтиды? Мысалы, көбінесе жас адамдар онымен ауырмайды деген дәрігерлердің де кейде пікірін естіп қалып жатамыз. Иә, сөзіңізде жан бар. Халқымызда негізі жүрек ауруымен егде кісілер ауырады деген түсінік бар. Иә. Жасы соңғы кездері 40-тан асқан кісілерді жүректің ауруы жиі кездесіп жатыр. Ал мына соңғы мәліметтер бойынша жасы 30-дан асқан ер азаматтар, әйел азаматтар, бұлардың арасында да жүректің аурулары жиі кездесіп жатыр. Бұрын соңды мұндай аурулармен жасы 50-ден 60-тан асқан кісілер аурушы еді. Қазір ауру жасарып бара жатыр күннен күнге. Дәрігер ретінде сіз де бұны келісесіз ғой, ел арасында? Бұл қағидамен біз де толықтай келісеміз. Өйткені біздің ауруханамызға 30 жастың төңірегінде 20 жастан асқан кісілерде инфаркт ауруымен, стенокардия диагнозымен келіп түскенін өзіміз күнделікті көріп жүрміз. Енді оған не себеп? Жүрек қан тамырларымызды сыр бермеу үшін не істеуіміз керек? Жоқ, әлде тамақтанудан болып жатыр ма, экологиядан? Жалпы әлде бір салауатты өмір салтын біз аз ұстанамыз ба? Дәрігер ретінде қандай кеңес берер едіңіз? Енді бұндай жағдайға алып келуді біз нақты бір фактормен айта алмаймыз. Бұған бірнеше факторлар әсер етеді. Яғни бірінші кезекте науқастардың, тұрғындардың өзінің денсаулығына деген жауапкершілігі. Бірінші кезекте өмір салты, салауатты өмір салты. Яғни бұған не кіреді?
біздің дұрыс тамақтануымыз кіреді. Дұрыс тамақтанудың барысы және зиянды әдеттердің болуы. Көпшілік тұрғындарымыз біздің темекі тарту, ішімдік ішу, одан бөлек көптеген энергетикалық сусындар ішу, жаңағы фастфуд тағамдарды қолдану, әртүрлі зиянды тағамдардың әсері. Сондай-ақ жаңағы қан қысымына көңіл бөлмеу. Көп адамдар қан қысымын жаңағы мазаламаса, қан қысымы, көп адамдар оны өлшемейді. Қазіргі күнге дейін тұрғындарымыздың арасында бар қан қысымының қаншалықты дәрежеде норма екенін, қалыпты екенін білмейтіндер бар. Енді ол кейбір кісілер бар, жаңағы бас айналу, бас ауыру, сол кездерде ауруханаға жүгінеді, қан қысымының жоғарылағанын анықтайды. Негізі кезде осы қан қысымын реттеп отыру керек. Сонан кейін ағзадағы холестерин деңгейін тексеріп отыру керек. Қантты диабеттің алдын алу үшін глюкоза деңгейін тексеріп отыру керек. Және де бұл факторларға және қосымша тұқым қуалаушылық факторлар әсер етеді. Яғни атадан балаға берілетін аурудың тұқым қуалаушылығы. Осындай әртүрлі факторлармен біз айта аламыз. Мынау міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру деген бар ғой. Осының жүрек ауруларын емдеуде қандай жаңа мүмкіндіктер аша алады? Мысалы, қандай да бір жүрек ауырып, қан тамырлары ауырып жүрген адамдар, егер мәмісті уақытында төлеп жүрген болса, қандай қызметтер қолжетімді сіздердің тараптан? Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, яғни мәміс жүйесі. Мәміс жүйесі бұл қазіргі таңда заманауи кардиологиялық көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ететін маңызды құрал. Яғни бұл мәміс жүйесі сау адамдар ауырған адамдарға көмектеседі. Осындай қағида бойынша жұмыс істейді. Мәмістің басты себебі біздің ауруханада жолға қойылған маңыздылығы, мысалы, қарапайым тұрғындар арасында мәмістің шеңберінде қолжетімді болатын жаңағы өте жоғары технологиялық құралдармен диагностика жасау, мысалы, жүректің эхокардиографиясын өлшеу, УЗИ сердца дейді, жүректің ультрадыбыстық зерттеуі, электрокардиограмма, холтерді мониторлау, артериялық қан қысымды 24 тәулік бақылау, және жүректің тамырларын тексеру, жаңа коронарография дедік. Бұның барлығы мәмістің шеңберінде қарапайым тұрғындарға қолжетімді. Яғни осы мәмістің шеңберінде бұл көмектерді тегін науқастар, ауырған кісілер, тұрғындар тегін алуға мүмкіндігі бар. Енді бұл мәміс жүйесіне тіркелудің маңыздылығы сол, бұл ауырған кісілер ауруханаға келіп, тексеруден өтіп, ары қарай қажет болса, жаңағы инфарктпен түскен кісілерде біз операциясын тегін жасаймыз, жаңағы коронарография мәмістің шеңберінде. Қажет болса, диагностика барысында тамырдың тарылған жеріне стенд орнатамыз. Стенд деген, яғни тамырдың тарылған аймағын белгілі бір тарылған жеріне стенд орнату арқылы тамырды кеңейтеміз, қанның жүруін жақсартамыз. Бұның барлығы жаңа мәмістің шеңберінде тегін жасалады. Одан кейін, мысалы, инфаркттан кейінгі жағдайларда науқастардың толық сауығып кетуі үшін қайта оңалту деген бар. Оңалтудың барлығы мәмістің шеңберінде бұларды тегін жасалады. Және ауруханада амбулаториялық жағдайда ауырған кісілерге тегін дәрі-дәрмек таратылады. Оның барлығы мәмістің шеңберінде жасалып жатқан дүние. Егер де қарапайым адам осының барлығын ақылы түрде алатын болса, біріншіден қаржылай ауыр соққыға алып келеді. Және де көмектің көлемі шектеулі болады, егер мәміс жүйесіне тіркелмеген болса. Жаңа сөзіңіздің кіріспесінде жалпы салауатты өмір салты туралы айтып өттіңіз ғой. Енді одан бөлек бізде медицинада, денсаулық сақтау саласында, дұрыстырақ айтсақ, скрининг деген түсінік бар ғой. Осы алдын алу және денсаулық мәдениеті скрининг туралы айтып өтіңізші. Нақты жүрек ауруларының алдын алу үшін қаншалықты жиі скринингтен тексеруден өту керек әр адам, және қарапайым адам неден бастау керек өзін? Ауырмайтын жол ізде дейді ғой. Қазақстанда ұлттық скрининг бағдарламасы бар. Яғни 40 жасқа дейінгі кісілер жылына 1-2 рет. Егер де қауіп тобында болатын болса, мысалы анамнезінде, яғни аурудың тарихында қанты диабеті, гипертония, гиперхолестеринемия, яғни холестерин деңгейі жоғары болса, және тұқым қуалаушылық бейімділігі болса, жылына
1-2 рет тексерілу керек. Ал 40 жасқа дейінгі ондай тұқым қуалаушылық белгілері жоқ кісілер, олар 2 жылда 1-2 рет тексерілу керек. Ал 40 жастан үлкен кісілер скрининг бойынша міндетті түрде жылына 1-2 рет тексерілу керек. Міндетті түрде скринингтен өту керек. Яғни скрининг дегеніміз не? Қан қысымын бақылау. Қан қысымы, артериялық қан қысымы деген ол адамның жынысына, жасына, тұрғылықты жеріне қарамай кез келген адамның қан қысымы 120/80 болу керек. Егер одан ауытқыды ма, яғни ол көтеріңкі қан қысымына жетеді, мысалы 120-дан жоғары 130 болса, ол көтеріліп тұр деген сөз. Егер 140 болса, ол емдеуді қажет ететін қан қысымы. Ал төмен болса, мысалы 90-60. Төмен болса, онда ол кісілерге біз ары қарай тексерілуді кеңес береміз. Ол да бір белгі ғой, ол да бір белгі, иә. Давленияның төмен жоғары болуы бұл тек қана давлениеге байланысты емес. Давлениенің өзі біріншіден өз алдына бір ерекше ауру ретінде саналады, және бір кез келген аурудың фонында, кез келген бір аурудың жанама, жасырын жатқан бір көрінісі болуы мүмкін. Қан қысымы. Дәрігерлердің арасында сіздің өзіңіздің негізгі тұрақты қан қысымыңыз қанша деген сұрап жатады. Көбісі оған жауап бере алмайды. Адам өзінің тұрақты қан қысымының қанша екенін қайдан біледі? Тексерілу керек, емханаға бару керек, ол үшін жаңа ауырмай тұрған кезде тексерілу керек пе? Ауырмай тұрған кезде емханаға бару керек. Емханаға барып, өзінің жаңағы қан қысымын өлшеу керек. Қан қысымды өлшейтін кезде ауруханаға барған соң дереу өлшей қоймайды. Бір 5-10 минут тыныштық жағдайға келу керек. Сонан соң барып 2 қолдан бірдей өлшенеді. Бір қолдан өлшеп қою ол көп жағдайларда қателікке алып келеді. Ал жүріп келген адамда кез келген жағдайда физикалық күштің әсерінен давление, қан қысымы дұрыс емес көрсетуі мүмкін. Жаңа скринингке тоқтала кететін болса, қан қысымы дедік, одан кейін холестерин деңгейін анықтау керек міндетті түрде. Жалпы холестерин болып бөлінеді, және триглицеридтер дейді, және холестерин липопротеид тығыздығы жоғары және төмен болып бөлінеді. Халықтың сөзімен айтқан кезде жақсы холестерин, жаман холестерин. Яғни жаман холестерин деңгейі адамның ағзасында жоғары болса, оны міндетті түрде төмендету керек. Оны төмендету үшін дәрі-дәрмектер ішу керек, және міндетті түрде диета ұстану керек. Егер де ондай болмайтын болса, адамның ағзасында холестерин деңгейі жоғарылап, қан тамырларының қабырғасына жиналып, қанның жүруін бөгейді. Оның салдары инфаркт, стенокардия, инсульт, тағы басқа ауруларға алып келуі мүмкін. Онан кейінгі скринингтің тексерілуі глюкоза деңгейін анықтау, яғни қандағы қант деңгейін анықтау. Қандағы қант деңгейі, жаңа айтып отырмын, ешқандай өзгеріске, ешқандай адамның жасына, жынысына қарамай 3/3 пен бұрынғы кезде 5/5 дейтін, қазір кезде 6/2 миллимоль шамасында. Егер де одан шамалы ауытқып жоғарыласа, демек ол кісіге тексерілу керек. Сонан кейін скринингтен өту, ары қарай электрокардиограмма және жүректің ультрадыбыстық зерттеуін өту керек. Осының барлығын скрининг жаңағы үнемі өтіп жүрсе, ары қарай адамның өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік бар. Және скрининг деген жаңа біз мәмісті сіз өте жақсы түсіндіріп өттіңіз. Сау адамдар, ауыратын адамдарға көмек беру деп өте жақсы анықтама бердіңіз. Скринингінде тегін екенін білу керек қой. Жыл сайын адам тегін түрде жаңағы ауруханаларда тегін түрде өте алатын скрининг түрлері бар. Солай емес пе? Иә. Кез келген Қазақстан азаматы мәмс жүйесіне тіркелу керек. Тіркелген жағдайда скрининг тегін болады. Егер тіркелмеген болса, ол ақылы алып келеді. Ақылы түрде де көмек алуға болады, бірақ ол жаңада қайталап өтем, қаржылай соққыға алып келеді, және көмектің көлемі шектеулі болады. Ал жаңағы мәмс жүйесімен алса, ол арнайы мемлекетпен бекітілген бағдарлама арқылы жүйеленген ғой. Енді мынау соңғы кезде жүректің ишемиялық аурулар деген біздің қоғамда көп айтылады, өте өзекті екенін байқаймыз. Оның бастапқы белгілерін қарапайым адам қалай білуі керек? Түсінікті, жүректің ишемиялық ауруы деген сөз, яғни ишемия деген сөз латын тілінен аударғанда қан аздық деген білдіреді. Қан аздық, яғни белгілі бір органға қан дұрыс жетпей тұр деген сөз. Ишемия, жүректің ишемиялық ауруы, яғни жүректің қан аздық ауруы, жүрекке қан дұрыс жетпей жатыр деген сөз. Ол неге жетпей жатыр? Яғни тамырларды май басқан. Май дегенде жаңағы холестерин басқан.
ол холестерин арық адамда да толық адамда да жоғары болуы мүмкін. Толық адамда холестерин жоғары екен деген сөз жоқ. Арық адамдарда немесе мен арықпын, менде май көп болуы мүмкін деп ойлауға да болмайды, иә? Иә, арық адамдардың өзінде холестерин жоғары болуы мүмкін. Яғни холестерин жоғары болуы, яғни адамның ағзасындағы зат алмасу процесі, обмен метаболизм, соның бұзылысының салдарынан пайда болады. Яғни жүректің ишемиялық ауруы жалпы клиникалық, классикалық түрінде адамның кеудесі, яғни төс артында, кеуде аймағында ашып, күйдіріп, бір тас басып қойғандай ауырсынулар пайда болады. Кей жағдайларда классикалық түрінде сол иыққа беріледі, мойынға беріледі, сол қолға беріледі. Ұйый ма сонда? Ұю сезімі болады. Салқын тер басады, әлсіздік пайда болады аяқ астынан. Ондай кезде дереу жедел жәрдем шақырып, арнайы кардиологиялық бригада бар, жедел жәрдем шақырып, сол жерде электрокардиограмма жасап, жүректің ишемиялық ауруы бар жоғын дереу анықтауға мүмкіндік бар. Және бұл классикалық түрі, және атипиялық түрлері бар. Кейбір адамдарда инфаркт жүре береді, инфаркт басталады. Жаңа жүректің ишемиялық ауруының ішіне инфаркт кіреді, стенокардия кіреді. Инфаркт деген сөз енді ол адам өміріне қауіп төндіретін ауру. Стенокардия деген ол яғни үдемелі стенокардия, инфаркттың алдындағы жағдай. Мұндай кезде атипиялық түрлері, яғни инфаркт бастала береді, инфаркт жүре береді, пациенттер оны сезбейді. Кейбір пациенттерде бас ауруы мүмкін, шын мәнінде инфаркттың әсері болады. Кейбір пациенттерде омыртқа жағын, жотасы, омыртқа аймағы, екі жауырын аймағы ауруы мүмкін. Онда жүрек деп қарастырмайды көп пациенттер. Кейбір пациенттерде, науқас кісілерде іші ауруы мүмкін. Оны жаңағы бір жағымсыз нәрсе жеп қойдым, жаңағы асқазан тамақпен уланып қалдым деп әсері мүмкін, сонымен шатастыруы. Ал кейбір пациенттерде тіпті ауырсыну болмайды. Яғни ол қанты диабетпен ауыратын кісілерде ауру сезім мүлдем болмайды, инфаркт жүре береді, жаңағы жүрек тоқтаған кезде барып инфаркт екенін анықтайды. Сол себептен бұндай атипиялық жағдайларына да ескеру керек. Сол себептен мұндай жағдайларға алып келмеу үшін міндетті түрде жыл сайын скринингтен өтуді біз ұсынамыз. Жалпы бүгінгі халық арасында жүрек ауруларына байланысты қате түсініктер атап өтіңізші. Қандай қате түсініктер бар? Қате түсініктер енді біздің тұрғындар, халқымыз, яғни менің жүрегім ауырмайды, жүрекпен жастар жаңа айтамын, жүрекпен үлкен кісілер ауырады. Жап-жас болып не көрініпті? Иә, менің жүрегім сау, жүрегім ауырмайды, ол жүрекпен ауыратын үлкен кісілер деп қателесуі мүмкін. Бұл бір. Жастарда да жүректің ауруы кездеседі. Одан кейін жүрегі ауырып келген кісілердің өзі ауруханаға келіп емделеді. Енді бұл мысал ретінде алып қарайтын болсақ, 50-ге келген, 60-ға келген кісілерді біздің ауруханамызға келеді, емдейміз. Емдегеннен кейін олар үйіне аман-есен шығады. Үйіне шыққаннан кейін мен толықтай сауығып кеттім деп бүкіл дәрі-дәрмекті тоқтатады. Осындай қате түсінік бар. Ары қарай науқастардың толық айығуы үшін біз үй жағдайында ішетін дәрі-дәрмектер жазып береміз. Оларды міндетті түрде үзбей ішу керек. Ал біздің кейбір кісілеріміз мен еш жерім ауырмайды, ауырған жерім бәрі басылып қалды, осыдан кейін енді дәрілер тоқтатсам болады деп дәрілісін тоқтатады. Сонан соң қан қысымы, мысалы қан қысымы ауыратын адам ауруханада біз қан қысымын реттеп береміз дәрімен. Үйге барғаннан кейін дәрілер тоқтатады, қан қысымы қайта шарықтап біздің ауруханаға бұрынғыдан да ауыр жағдайда келуі мүмкін. Сонан кейін мысалы жаңағы коронография жасаймыз. Мысалы бізге бір науқастар келіп түсті инфарктпен. Біз коронография, яғни жүректің тамырын диагностика жасаймыз, тамырлар тарылған жерін анықтаймыз. Егер тромбтар болса, оны сорып аламыз тромбтарды, ары қарай стент орнатамыз. Яғни стент деген адамның ағзасына металл. Бөгде зат қой енді. Бөгде зат. Біздің адамның ағзасында бөгде зат қой. Енді стент деген ол өзі металл, өзі кобальт құрамынан жасалады, соңғы кездегі стенттердің құрамы. Кез келген адамның ағзасындағы металл бөгде зат, ол адамның ағзасы оны итереді, итереді, өйткені ол оныкі емес. Сол себептен адамның ағзасы оны қабылдау үшін ол кісіге міндетті түрде кемі 1 жыл 12 ай көлемінде қан сұйылтатын дәрі ішу керек. Және де холестеринді төмендететін дәріні ішу керек. Диетасын ұстану керек. Егер де осындайларды ұстанбайтын болса, біздің жаңа халқымыз айтын, үйге барғаннан кейін осы дәрілер тоқтататын болса, бұрынғыдан да ауыр жағдайда ауруханаға келіп түседі. Егер келіп түссе, кейбір кісілер ауруханаға жете алмайтын жағдайлар болады.
Енді халқымыздың бәрі ондай емес, ішінде мұқият орындайтын кісілеріміз де бар. Дәрі-дәрмекті үзбей ішеді. Олар келесі бір скринингке келген кезде тамырлар тамаша болып тұрады. Өзіміз ол тамырлардың жаңағы науқастың орындаған диетасын, ішетін дәрілерін олар бірме-бірлеп тізіп айтып береді. Осылардың барлығын көріп, тамырларын тексерген кезде біз іштей риза боламыз. Жауапкершілікке риза боласыз. Жауапкершілікке. Науқастың толық сауығып кету үшін тек қана дәрігер емес, науқастың өзі де көмектесуі керек. Яғни біздің тұрғындар, азаматтар түсіну керек та, қандай да бір ауруды жеңу ол құтқарушы ақ халатты дәрігердің ғана қолынан емес, өзінің де жауапкершілігі екенін, Жалпы сіз жаңа айтып өттіңіз, Қарасай ауданында жаңа аппараттардың келуімен байланысты осындай арнайы бөлім ашылды, қазір жұмыс істеп жатыр деп. Жақын болашақта жүрек ауруларын емдеу саласында қандай басқа да жаңа технологиялар енгізіледі деп ойлайсыз? Алматы облысы бұл бағытта қандай жоспарлар бар сіздерде? Біздің ауруханамызда бұйырса алдағы уақытта біз дәл қазіргі кезде жүректің ишемиялық ауруымен күресіп жатырмыз ғой. Және бұдан жүректің ишемиялық ауруынан бөлек жүректің жүрек ырғағының бұзылысы деген бар. Және жүрек ырғағынан басқа жүректің созылмалы шамасыздығы дейді, яғни хронический сердечный недостаточность. Жүрек адамның ағзасында насостық қызмет атқарады. Яғни қанды венадан алып артерияға айдайды. Яғни көмір қышқыл газына қаныққан қанды өкпеден оттегіне қанықтырып, басқа ағзаларға, органдарға жеткізіп береді. Яғни насостық қызмет атқарады. Жүректің осы насостық қызметі төмендеген кезде, яғни аластау фракциясы дейді. Қалыпты жағдайда дені сау адамдарда аластау фракциясы 50%-дан жоғары болу керек. Ол 50%-дан төмендесе, яғни жүректің насостық қызметі төмендеді деген сөз. Бұл кезде жаңағы созылмалы жүрек шамасыздығы дамиды. Осы созылмалы жүрек шамасыздығының дамуына қарсы күресу үшін біз көптеген жұмыстар атқарып жатырмыз. Қазір дефибриллятор импланттау операциясын жасап жатырмыз Қарасай ауданында. Және ресинхрондау операциясын жасап жатырмыз. Яғни кардиостимуляторға ұқсас құрылғыны орнату жасап жатырмыз. Алдағы уақытта бұдан бөлек жүрек ырғағының бұзылысын қалпына келтіретін, яғни электрофизиологиялық зерттеу, яғни жүректің ырғағы қай жерден бұзылып тұр, қай деңгейде бұзылып тұр, осыны анықтап, яғни криоабляция дейді, яғни жүректің аномальды ырғақ жүретін аномальды жолдарын күйдіру арқылы жүректің ырғағын қалпына келтіретін әдісті ендіру жоспарымызда бар Қарасай ауданында. Жалпы өзіңіздің салаңызды жақсы білетіндігіңіз байқалып тұр. Негізінен сіздерде жаңа бұл технологияға байланысты айтып жатырмын ғой, жаңа технологиялар әрине ол әлемдік деңгейде пайда болады. Сіздерде мынау халықаралық деңгейде конференцияларға, арнайы дәрігерлер мәжілісіне қатысып маман ретінде білім алмасу жүріп отырады ғой? Иә, бізде жыл сайын осы Қазақстанда эндоваскулярлық хирургтар және интервенциялық кардиологтар қоғамы бар. Жыл сайын белгілі бір қаланы таңдап, сол жерде біз біліктілікті арттырасыздар. Конгресс жасаймыз, біліктілікті арттырамыз. Мысалы, биылғы жылы алғаш рет біздің Қазақстанда, Алматыда PCR семинарс дейді. Яғни бүкіл әлемдік интервенциялық кардиологтар, яғни осы жүрекпен айналысатын бүкіл әлемдік конгресс бар. Ол жыл сайын Париж қаласында өтеді. Жыл сайын Францияның Париж қаласында. Соның филиалы ретінде алғаш рет осы Алматыда, біздің Қазақстанда, орталық Азияда алғаш рет соның филиалы ретінде конгресс болып өтті. Ақпан айында. Өте ауқымды өтті. 2 күн болды. Біздің жаңағы шетелден 15-ге жуық мемлекеттен жаңағы әріптестеріміз келді. Осы жерде соңғы болып жатқан өзекті мәселелерді талқыладық. Дәрігерлеріміз жаңағы бүкіл әлемде қандай жаңалықтар бар, осылармен бөлісті және өзіне қажетті ақпараттарды алды. Осылай біз жыл сайын өзіміздің білімімізді арттырып отырамыз. Құрметті көрермен, сіздер ой сарапта бүгін дәрігерлік кеңес, сонымен қатар Алматы облысындағы, оның ішінде Қарасай ауданындағы жүрек ауруларына қатысты ақпаратпен таныс болдыңыздар. Бүгін бізде қонақта Қарасай аудандық ауруханасының эндоваскулярлық хирургия бөлімінің меңгерушісі, кардиохирург орынбасар Тайманұлы арнайы келіп бізге сұхбат берді. Өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет көп-көп шақырғандарыңызға. Деніміз сау, ел аман болсын.
жүректеріңіз ауырмасын.